Саламатсыздар ма пайдаларына көрермендері? Бүгінгі видеомызда мастит дегеніміз не? Маститті болдырмау үшін не істеу керек? Сонымен қатар емізу кезіндегі ережелер, мастит кезінде баланы емізу қажет пе? Осы жайында сіздерге айтатын боламын. Видеомды соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Видеомыз басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге күнделікті жаңа видеолар ұсынатын боламын. Видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Мастит дегеніміз сүт безінің қабынуы. Ірің тудыратын микробтардың сүт бездеріне түсуінен, әдетте емшек үрпінің жарылуынан пайда болады. Көбінесе бала емізіп жүрген әйелдер ауырады. Мастит кезінде температура 39 градусқа дейін көтеріліп, әйелдің жалпы жай күйі нашарлайды, басы ауырады. Зақымданған сүт безі екінші тәулікке бұрынғыдан да қатайып, қатты ауырады. Қызарып, ісіп кетеді. Мастит көбінесе бірінші рет босанған әйелдерде болады. Себебі олардың емшек үрпінің, яғни ұшының терісі нәзік, тез зақымданғыш келеді. Оның үстіне жас ана көбіне дұрыс емізе алмағандықтан бала сүтті тауыса ембейді. Сондықтан емшектің үрпі оп-оңай зақымданып жарылып кетеді. Сондай-ақ қолмен дұрыс сауа алмаған жағдайда арнайы гигиена сақталмаса да маститтің пайда болуы ықтимал. Маститті болдырмау үшін не істеу керек? Әйелдің емшегінің үрпі жалпақ немесе тым келте болса, ол бала емізуге қиындық келтіреді. Екі қабат болған алғашқы айдан бастап тиісті шаралар қолданса, емшек үрпінің формасын өзгертуге болады. Екі қабат кезде емшек бездеріне айналдыра массаж жасау керек. Мұндай массажды әйелдің өзі де істей алады. Ол үшін қолды жылы сумен сабындап жуып, содан соң бір қолымен сағат тілінің бағытымен емшек безін жайлап сипау қажет. Екі қабат кездің екінші жартысынан бастап желдеткішті ашып қойып, немесе күні бұрын бөлмені желдетіп, 10-15 минут бойы төсекте кеудені жалаңаштап, ауа ваннасын қабылдау өте пайдалы. Әсіресе босанғаннан кейін төстаңғышты күн сайын ауыстырып, төсін мұқият жауып, жылы сумен балалар сабынын пайдаланып, арнайы сүлгімен сүртіп отырудың маңызы ерекше. Мұны емшек үрпі жарылып кетпейтіндей еппен атқарған жөн. Үрпінің жарылуы. Үрпідегі кішкене ғана жарықтың өзінен инфекция кіруі мүмкін. Үрпінің айналасындағы жұқа тез зақымданғыш тері сүт келген кезде құрғайды да жарық пайда болады. Олар баланы дұрыс емізбегеннен болады. Бала туылғаннан алғашқы уақытта баланы 10-15 минут қана емізген жөн. Себебі бұл кезде балаға аз мөлшердегі сүт жеткілікті. Кей жағдайда бақытты жас ана баласын 40-50 минут тоқтаусыз емізеді. Соның салдарынан әйел үрпісінің ондайға дайын болмағандықтан жарық пайда болады. Емізу кезіндегі ережелер. Емізер алдында және емізіп болғаннан кейін емшек үрпін қайнаған сумен жуып, немесе бор қышқылы ерітіндісінен балынған тампонмен сүртіп отыру қажет. Емізген кезде бала емшек үрпін ғана емес, сонымен бірге емшек үрпінің айналасын да қамти сорғаны дұрыс. Емген сайын емшек үрпінің қалып қойған сүтті толық сауып тастағаны жөн. Емшектің үрпі жарыла бастаған кезде немесе сүт бездері ісінген жағдайда, сондай-ақ қатайып, әсіресе қызарып, ауырып, дене қызуы көтерілсе, ол маститтің басталуы. Ол кезде дереу дәрігерге қаралу керек. Мастит кезінде баланы емізу қажет пе? Бұл сұрақ емізулі аналарды алаңдататыны белгілі. Алайда аурудың қай кезең болмасын, дәрігерлер емізуге болмайтынын айтады. Өйткені сүтте ауру тудыратын бактериялар болуы мүмкін. Ол балада дисбактериоз тудыруы мүмкін. Сонымен қатар маститті емдеу антибиотиктер қолдану арқылы жүзеге асырылады. Ол да балаға қауіпті.